Na 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 na. Ço, hey! Ço! Ço! Olsun malı ötegi, mına ötegi bir mallarına ye bolalmay. Kişinin mına bakşasına düşüyordu. Dünyasını şaşırttı деп oylamayın mekeni bular. Riyat kayda tegi oslarda. Ой, ата. Солардың бақшасына түссе ғой, біздің малды ұрып жығар еді. Айтпайсыз ба жанына батырып? Oy, şırağım aytesің. Жас бастарымен олар ялмаса, сақалды басым мен, қибай, мен ялам, қайтесің оны. Осы мен болмасам, осы тірлік бітпейді. Құрметті көрермен, ұят болмасын бағдарламасы өз жұмысын бастайды. Әлгі жалғас мынау таң азанмен ана машинасының астына түсіп алып, тағала бірдеңелерін шұқылап жатыр ғой. Ана белінен су өсіп кетпесін бір көрпеше ма бірдеңе апарып берсеңші. Жаңа астына ескі тонды апарып төсеп бергем, ата. Ата айтпақшы, түстен кейін аудан орталығына барып келейінші. Үйде тұз таусылып қапты. Одан кейін мынау дастарханға да анау-мынау алу керек. Барсаң бара ғой әкем. Ана жалғастың өзі апарып келер мүмкін. Қайдан? КамАЗның шек қарын ақтарып тастады. Онысы бір-екі аптасы жөнделмейтін шығар. Мынау мәлі ясыңды. Ана бүгін әлгі мал бақташымен әлсейші бала келуім керек. Солар мына бүгін әлгі айлығын жинайтын күн ғой. Солардың ақшасын берейін деп отырмын. Мал бақташ келіп кеткен, ата. Жалғас өз ақшасын берді ғой. Енді мынау сиырды бағатын Ерік бар ғой, сол келу керек. Ерігі кім? Сиыр бағатын жігітші. Сол келем деген жоқ қой. Үйбай. Міне, өзге келді, кімді айтсан сол келеді. Уағалейкум ассалам. Ей, сыған тамырдың баласы. Қалайсың? Жақсың ба? Керемет, ата. Құдай деп, қымыз ішіп, ала деп, байран ішіп, жүріп жатқан жайымыз бар. Ата, сіз менен тек бала демесеңізші. Алдың бар сиырын бағып жүргенім білетін жігітпін ғой. Бір әйелім, екі қызым бар. Енді жастарың кіші болғаннан көйін бала мегенде кім сөзсіңдер сендер? Ана әлгі біздің әкең әлгі тамырымыз сыған тамыр. Күйлі қуатты ма? Күйлі қуатты, ата. Айгүл, Ау, мен неге келіп тұрғанын білесің ба? неге келдің? Тек. Қазір Ақшаға бола келдің қойым. сіздердің үйден 4 сиыр, 2 тана шығады екен. Иә. Сіздер маған 650 теңге бересіздер. Ой, 650 теңгеңді тағы да қымбаттатқасыңдар ма? Ұяттарың қайда сендердің тегі? Ата, бұрын мал басы 80 теңге еді. Енді 100 теңге. Қазір газ қымбаттады, свет пен бензин қымбаттады дегендей. Ой, енді ол газ бен светтің қандай қатысы бар бұл сиырға? Жоқ әлде сиыр сендер әлгі светпен бағып, аттарыңа бензин құясыңдар ма? Ата, айтым бітті. Егер қиналсаңыз, өзіңіз бағыңыз сиырларыңызды. Ей, сен бер қараш, мына енді өзің қара. Жаңағы біздің 4 сиыр 2 тананы есептегенің өзінде 6 болады екен. Сонда 600 теңге шықпай ма? Сенің 50 теңгең сонда немене, налогың ба? Ата, сіздің ана ала сиырыңыз өте оңбаған. Тәріпсіз екен. Иә. Өзі осындай аморальный, понимающий сиыр бұқа көрсе, бітті. Қашады. Өрісті тастай қашады. Соңынан қуып жүргенім, оның үстінде сөзеген. Сондықтан мен нервім тегізген. Зардаптарын өскіріп, компенсацияға 50 теңге қостым. Көнбесен сөзіңіз біліңіз. Ата, сол ала сиырды сатып жіберейікші. Жарайды, мен миымды қатырмашы. Сен өз кішкене үйреніпсің ғой қазақшаны. Міне мынау жаңағы 650 теңген кейінен ала сиырды қоспайым мен. Оны өзіңіз біліңіз. Мен де жұмысымды ауыстырмасам деп жүрмін. Ой, бұрмай, сонда не істемекшісің? Қайда бармақшысың? Жылқы бақым келіп жүр. Көшкенде жылқы айдаймын, ала менен аулыңа
жаның алсана мені әлидашым ғашығымсың ау жаным сүйген әлидашым көзімнің қарасындай ахоу сәулем едің көңілімнің қуаныштың ай дәурен едің әлидашым ойымнан жатсам тұрсам ахоу бір кетпейсің басымды не сиқырмен ау әурелейдің әлидашым жалын түйген жалғанда ғашығымсың ау жаным сүйген әлидашым Ал мен кетейін. Келесі көшеден де ақша жинауым керек. Ей, ана әлгі ақшаның да сұрауы бар. Малды баққанын көйнен жөндеп бақпайсың, ұрмасаңдар сен малды. Бүгін ана біздің ана сиыр ақсап берді. Ата, мен әйелге де, малға да қолын көтермейтін жігітпін ғой. Жақсы, сау болыңыздар. Жарайды енді бар. Әкеңе сәлем айт. Рахмет. Жақсы сау бол. Әйтеуір осылардың сөйлеген сөздеріне қарасаң бәрі ақыл ғой, бәрі данышпан. Істеген істер осындай болса ғой. Қазақ сүйреніп қапты дегенмін. Кеше әйелмен тағдырысып қалдым. Сол ашумен барып көзін шөпті салып берген дедім да, бірақ қойшы дедім. Жүргізуші деген атым бар, ят қой. Айгүл, су бер. Қазір. Бет қолым жуып чайын ішсеңші. Ана моторды ауыстырмай болмайды. Бетім сүрт жүр. Не болды? Құрмашқа көмектеспеген ба? Ана медеуге алып қалды, сол көмектесіп жатыр. Өзі жұмыстан босап қапты ғой. Иә. Ана Қыдырәлінің әкесін танып тұрып балағаттап жүр. Арыз жазып, жұмыстан шығарып жіберсе ғой. Өмір ұрысып жүреді екен. Кімді айтасың? Қыдырәлі мен медеуді айтып жатыр. Көке, ұлым қайда? Таппай қойдым. Қораның несінде жатыр, жүгіп әкеңе тауып берсен ұлымды. Отын таусылып қалды, ағашты түсіріп алмасақ. Құрмашқа айтпасам жалғастан пайда жоқ. Түсім ауыра бердім.
той кеп тұрып жейсің қантитті. Ассалаумағалейкум. Ассалаумағалейкум. Ой, Уағалейкумассалам. саламатсыздар ма? Қай балалар өз жүздерің таныс. Ата, бұлар хабар агенттігінің жігіттері ғой, Арман Сқабыл менен. Сқабыл ұлы менен Серікжан болады. Төрі өтіңдер әкім. Әлгі Кіргешіңіздер. біздің ауылдан шыққан ал Серік Абас жақтың достары келеді деп ұйбай. Е, түрлетін. Осы жігіттер екен ғой. Оның өзі қайда? Жаңадан үйленген адам аға қайда болушы еді? Ұйбай. Серікті сіздер түгілі өзіміз жоғалтып қойдық. Үйден шықпайды қазір. Үйленген қазір. Ұйбай. Келіңдер Шайдан алып отырыңыздар. Шайға отырыңдыр. Мінеки Серік туып өскен ауыл осың міне. Әйтеуір мақтанып жүреміз. Айналайын Серік. Сенің де атың Серік мінеки. Мына әлгі өзіңді жаңа біресе жаңалықтан көреміз. Біресе мына әлгі жетігіннен көреміз. Біресе бетпе-беттен көреміз. Өзіңнің демелі тұрақты жұмысың жоқ па? Жоқ әлде әрқайсысымен айналысқанды ұнатасың ба өзің? Ақсақал, енді ол сіздер әгер бізді эфирден үйтіп байқап отырған болсаңыздар, шынында да біздің нағыз жанкүйеріміз екенсіздер. Енді жігітке 70 өнерді аз дейді ғой халқымыз. Бірақ енді шындап келетін болсақ, жаңағы айтып отырған бағдарламалардың қай-қайсысы болса да, әге біздің күнделікті жаңалықтар бар ғой. Соның айналасында топтасқан бағдарламалар ғой. Сондықтан да оның қай-қайсында болса да экономикалық мәселелер келген кезде маған сеніп тапсырады. Сондықтан енді оны атқару міндетіміз. Дұрыс. Чәйіліп отырыңдар. Мына енді Арман баламның әлгі 7 күннен үзбей көреміз, свет бар кезде. Соны балама мына әлгі жаңағы 7 күнді. Өзің жазасың ба, жоқ әлде бәрің әлгі ақылдасып соны шешесіңдер ме? Енді ата оны бәріміз ақылдасып шешеміз. Ол бір адамның қолынан келетін дүние емес. Жаңағы біздің бағдарлама бір аптада болған оқиғаны сараптаймыз, талдаймыз. Оған 20-30 адамға дейін араласады. Аптада болған оқиғаны аптаның ортасынан бастап қайсысын сіздерге көрсетеміз, соны таңдаймыз. Одан жұма күннен бастап журналистер жиналады, барлығы ақылдасып отырып, жексенбі күні сіздерге не көрсетеміз, соның бәрін шешеміз. Бұл енді ортақ көп адамдардың жұмысы. Осы әлгі өзінің бағдарламағынан кейін біздің ауылда бүкіл шалдардың бәрі жиналып алып ой саясатты соғамыз. Ана әкім кетті, ана жаққа кетті деп жатамыз. Дұрыс әкем. Мына әлгі Арман көпке сіздің мерседесіңіз бар ма? Менің мерседесім жоқ, мен машина айдай алмаймын әлі. Мінеки. Мына әлгі қазір әлгі мына мақтылардың бәрі Астанаға кетіп жатыр ғой. Сонымен әлгі Серіктен сұрағам. Сендер не Астанаға бармайсыңдар ма деп. Сүйсем айтады, о жаққа жаңағы өңкен мықтылардың ақылдардың бәрі со жаққа кетті ғой. Алматына алтын берсеңді айырбастамаймын дейді. Бұл телевидение деген жаңағы Астанада, орталықта болушы еді. Сендер неге о жаққа бармайсыңдар, суынан қорқасыңдар ма, жоқ әлде масасынан қорқасыңдар ма? Жоқ ата, ол бірте-бірте болатын дүние. Мынау Серік бауырымыз аз күнде кетейін деп жатыр сол жаққа. Өз айтып отырсын енді оны. Енді Ақсақал, әрине Астана мемлекеттің негізгі жүрегі десе болады. Ақыл ойы миы десе болады. Енді ол жерге шынында да бару керек қой. Сондықтан да енді сол жаққа таяуда жолымыз түсе ме деп отырмыз. Біздің хабар агенттігінің біраз журналистерін сол жаққа, яғни негізгі жаңалықтардың, қаржының, экономиканың негізгі бүгін орталығына айналып отырған Астанаға сол біраз журналистер жібермек ойы бар біз хабар басшылығының. Сондықтан да жолымыз түсіп, Алла әумин десе барып болармыз. Сонда енді жаңағы бүкіл хабар кете ме сол жаққа көш? Жоқ. Енді қанша айтқанмен Алматының қию шынында да қиын ғой. Алматы бұл еліміздің әге мәдени, әдеби, шығармашылық орталығы. Сондықтан да бұл жерде негізгі хабардың негізгі офисі дейміз, бас мекемесі, бас кеңсесі негізі осы жерде қалады. Өзіңіз естіп жатқан боларсыз, хабардың болашақта тағы да
бір-екі арнаға алғаймақ мақсаты бар. Хабар 2, хабар 3 деген сияқты. Сондықтан да ол осы жерде болады бәрі де. Бірақ негізгі жаңалықтардың көзі сол жақта болғаннан кейін сол жақтан беретін болармыз. Дұрыс. Енді мынау өзіміз жаңа айтып отырмыз ғой, теледидардан көріп, жаңалықтарыңды естіп, әйтеуір свет бар кезде үзбейміз. Мынау әлі отбасыларың туралы білмейміз, отбасы туралы бір ауыз айтып отырыңдар. Үйленгенсіңдер ме өздерің? Балаларың бар ма? Біздің 2 баламыз бар аға, әйеліміз бар. Үлкен ұлым биыл мүшел жасқа толды. Кішісі 5-ші сыныпта оқиды. Екеуі де ұл бала. Соған шүкір деп жүріп жатырмыз аға. Дұрыс. Әлгі бір жолдасымыз айтады ғой, 2 балам, 1 әйелім бар деп. Сол жағдай бізде. Дұрыс екен. Ал ақсақал, менің әге Құдай берген 3 балам бар, жұбайым бар. Сол Жақсы. әге ауылда бала кезден өскен бір қыз бала береді, Ғалия деген. Сол көршіміздің қызы болғасын ақырындап сол бойланып жүріп сол. Дұрыс әлгі. Бұның да әйел біреу аға. Алыстан ары балағанша жақыннан дұр болады деп. Сен әуелі 2 әйел алатын мен ойың бар ау дейін. Мына әлгі енді 2 бала, 3 баламен тоқтап қалмай әлі жассыңдар. Ана ben тәтімі айтып жатыр. Мақашты айтам. Қазақтың санын көбейту керек деп. Оған қалай қарайсыңдар? Жақсы, дұрыс қараймыз аға. Осымен тоқтап қаласыңдар ма? Қолдан келіп атса әлі ойда бар. Болып қалатын шығар деген үміт. Жассыңдар әлі қолдан келіп жатса дейді енді. Өздерің білесіңдер де оны. Енді біздің әрқайсымыз да жалпы қазақтың бүгінгі жастарының көбісі көп балалы семьядан шыққан ғой. Сондықтан да біздің өзіміз де, жұбайымыз да сол баланың көп болғанын жек көрмейді ғой. Жақсы көреміз әрине. Балалы базар дейді. Бірақ енді ол дағы бүгінгі заманға да байланысты деуге болады. Бұл осы біреу осыны айта кетсең, заманды айтып шыға келеді. Ол заман емес бала. Мына туылған баланың өзінің бір несібесі болады. Құдай өзі рызық қып береді оған. Оныңыз рас, оныңыз рас. Сондықтан оған енді заман бүйтіп кетті. Заман қашан тұрады дейсің, өзгерер мінекей. Жаңағы айтып жатырмыз ғой, міне осы жаңа неде маңжылдықта жақсы боламыз деп. Чай алып отырыңдар әкем. Жүргізуші болғаныма аз уақыт болса да, ел мені кәдімгідей танып қапты. Биыл маған жастар одағының болмаса дарын сыйлығын беріп қалды мүмкін. Бірақ сонда да баса бар ғой. Сарыбайға мен Алтынбек ағаға сәлем берген болып, алдына кіріп жағымпазданып кіріп шығам ау деймін. Ассалаумағалейкум ата. Сәлем. Хабарда ағаларымыз келіп қапты. Құрмаш, сен қайда жүрсің ғой, бағанадан бері сені? Жалғас тосып ана машинаның моторын жөндейміз деп айтыпты ғой саған. Көрдім ғой ата, ана медеу көмектесіп отыр. Мына не міне бар қарап алғансың? Кәсет қойып жүрсіңдер ме? Түнде туған күнде болғам. Құдай. Сол жақта шығып осы жаққа тартып кеттім ғой. Чай ішіңдер екен. Ән айтатын өнеріміз бар кішкене. Айтпақшы анау. Ана өздеріңіз білесіздер ғой, анау кім еді аты жаңағы. Ана сазгер әнші жігіт бар ғой, Табылды Досымов деген. Сол жігіттің әндерін бізде мына ауылда балалар әйтеуір бұзып жарып айтып жүр. Енді біз айтайық десек, соның әнін дұрыс білмейміз, сөздерін дұрыс білмейміз, әйтеуір келтіріп айтып жүрміз. Сол кісіні айтпақшы, неғып эфирге шығармайсыздар? Ол жігіт өте алыста тұрады қазір. Атырау облысының Индер деген ауданында. Жердің түбінде эфирге шығарудың өзі бір проблема ол жігітті. Бірақ енді жақында мен естідім, сол жігіттің бір дискі шығайын деп жатыр екен. Сол кезде енді дұрыс үйленіп қалатын боларсыңдар деп ойлаймын. Енді оғанда жалпы ол жігіттің өзінің өнерінің ерекшелігі бұл қазақта кезінде жыраулық дәстүр деген болды. Әннің сөзіне барлық мағынаны сала отырып, бүгінгі заманның қайшылықтарын, ойын, арманын бәрін жеткізу. Ал енді бұл әлемде оны барыттық өнер дейді. Міне осы екеуін қосып, бүгінгі күнде шынында да ауылда жатса да сол барыттық өнердің негізін қалап жүрген жігіттің біреу деуге болады сол. Дәй бол жүгі бар бана жалғасқа көмектесші жүгіртер. Чайыңды ішіп алсаш? Иә. Кеттім, ұштым. Бар. Анда қитарыңды қаяққа барасын тастап кетпейміз. Керек бол маған. Керек болады деп. Бар жөндеп көмектес. Осылардың ағайтыр жүрегі езіліп, көкірегі тесіліп тұратын махаббаттайды. Мен Серік Жанболатпен Арман Ысқабылұлын қатты сыйлаймын. Бірақ айтыңыздаршы,
Мен де керемет жүргізушімін ғой, басқаны қайдам, өз әйелім бар ғой. Менен теледидардан көрген кезде бар ғой, мәз болады. Жаңағы әлгі хабарда өзі адам көп қой, бір-біріңді танисыңдар ма бәрі? Танимыз ғой. Танимыз әрине. Мына енді хабарда әдемі қыздар көп жұмыс істейді ғой. Келіншектеріңіз қызғанбай ма? Әрине қызғанады. Бір жағынан анда-санда қызғанғанда жақсы шығар. Жалпы Сіз сұлусыз ба? Қой, түгір бара, ойна. Жауап берсеңші балаға. Енді жаным сұлу шығар. Жаным сұлу шығар енді. Бірақ ер азаматқа енді эфирге шығу үшін кішкене әдемірек болған жақсы әрине. Адамды салыстырады екен. Демелем ғой кішкене енді төбеден тоң өткізіп қоя салады әшейін. Чай ішіп отырыңдар. Ақсақал біраз әңгіме дүркен құрдық. Енді біздің уақытымыз тығыз еді, рұқсат берсеңіз қайтсақ. Рұқсат әкем, рұқсат. Мына әлгі ойбай құршай болып тамаққа қарамадыңдар мен. Жұмыс көп еді. Тамақ ішеміз. Шайыңыз өте дәмді болды. Осы ауылға соғып тұрыңдар, әлгі біздің жігітке. Ойбай, серікті айтам абас жаққа. Ойбай, аяғым үйпәу. Сәлем айтыңдар. Жақсы ақсақал. Амандықпен кездесейік. Аман болыңыз. Қыздар ауылға жалғыз үйге. Мына елдің алдында жүрді, тіл көзден аман болыңдар айналайын. Жақсы. Ай, мына жер не болып кеткен өзі, Амансыз ба, ата? Жақсы ма әкем? Қалайсың, Айгүл? Сәлем. Жаңа хабардың дикторлары көрген сияқты едім. Ой, диктор емес, журналист десеңші, әлі күнге дейін ажырата алмай жүрсің ба? Ай, мына бас сынып. Не істеп жатсың? Түшпара дайындап жатырмын. Кел көмектесеңші. Ой, түшпара менің ең сүйікті тағам. Рамазан да жақсы көреді. Мен конша шықпай жүрме, білмеймін әйтеуір жалғыз конша ұнамайды. Ай, сен оның қыр-сырына әлі қанықпай жатсың ғой. Түшпара үшін ең бастысы не екенін білесің бе? Ет пен қамыр шығар. Жоқ, Сарыбай көке. Аппараттағы ше? Анау, ұй шығаратын аппаратта істейтін Сарыбай ғана айтасың ба? Жоға. Енді? Анау Астанадағы үлкен аппараттың бастығы Сарыбай көке. Ойбай. Анау жоғар жақта отырған адамның мынанда түшпараға қандай қатысы бар? Қажеті бар. Білесің бе? Ол кісінің әдемі күлкісін көріп, қияли сөздерін естігенде, адамның түшпараға деген махаббаты оянып кетеді. Мәссаған, олту. Онда мен ол кісінің суретін алып алайын да? Кухняға үлкен қол ит қояйын да? Сонда жақсы дәмді болады, жалғасқан айды. Жей береді сөз. Рамазан қалай? Не істеп жатсыңдар? 12 жылдықтарын тойлап тастадыңдар. Алдымшы келгенде, алдымшы гүл алып, аққуышсың кеудеңнен қуанып. Мәз болып мен қарайын, жаз болып мен қарайын, бақытымның көздеріне. Сағыныппын көздеріңді мен, күліп айтқан сөздеріңді мен. Алдымнан ұшып келгенде,
Дайындап та біттік. Ай, мен кетейін. Ха, Рамазанда күтіп қалған шығар. енді өзің көмектес дайындадың, ішіп жеп кетсеңші. Кешке келемін ғой. Келе. А, жақсы онда. Жақсы, сау бол. Сәлем айт. Жарайды. Құрметті көрермен, бұл жолы мен ештеңе айтпаймын. Айтпайын дедім ғой, айтпаймын. Әттің тонның келді сай. Қадебау. Ассалаумағалейкум. Әттің тонның келді сай. Қалыңыз қалай ата? Амансыздар ма? Ой, мыналарың не тағый? Ой, бұл беріп қой ата. Ішіп алып, көшеде теңселіп жүр. Біліп салып кетпесін деп маған салып алып келдік. Шаңқай түсте ят емес пе, бұларың не етеді? Асақал, мен бір қай жетіскені ішіп жүрім. Күйіп барадырым ғой. Ой, тұрмай, ненің күйік алып бұратыр? Америка дей ма бірдеңені айтып жүр әйтеуір өзі. Жігіттер, сыйламайсыңдар ма не? Ой, сыйлаймыз. Молодец. Көз ежірей бәуілі адам танымайды. Ақсақал, Америкада Альберт Гор сайлаудан өтпей қалды ғой. Соған күйіп ішіп жүрмін. Ол немен екі туып қалғаның ба сен? Мен демократпын ғой. Осы ауылдағы жалғыз демократ менмін. Сіздер түксінбейсіздер ғой. Ақсақал, сіз Америкада болдыңыз ба? Американы қайтын мен. Мен болдым. Түсімде. Ой, не сөйлеп не қойғанын білмейді. Жігіттер, мен сыйлайсыңдар ма? Сыйлаймыз. О, молодец. Мен де өзімді өте қатты сыйлаймын. Тек қана мені Қатиба сыйламайды. Ойбай, ол кім тақ? Қатиба деген. Қара қыз ба? Шешесі көнсе, әкесі көнбейді. Қайтып көрем ұла тұрым мен. Зәулім ағашқа асылайық еркем-ай. Балалықты біз тастап қосылайық еркем-ай. Жеңген келсе жеңген өзің, бейнетіне көнген өзің. Қосылайық еркем-ай, қосылайық еркем-ай. Сен емес пе маған теңдес, шешең көнсе әкең көнбес. Әттең тонның келте сай, әттең тонның келте сай. Ақ отаудың есігін ерте ашарсың еркем-ай. Шаймамықтың шетінен көріп ашарсың еркем-ай. От жағарсың шай қайнатып, бәлденерсің бал ойнатып. Қосылайық еркем-ай, қосылайық еркем-ай. Сен емес пе маған теңдес, шешең көнсе әкең көнбес. Әттең тонның келте сай, әттең тонның келте сай. Қартайғанда алма бет, әжім басар еркем-ай. Иек түсіп әлгетіп, назың қашар еркем-ай. Жеңген келсе жеңген өзің, бейнетіне көнген өзің. Қосылайық еркем-ай, қосылайық еркем-ай. Сен емес пе маған теңдес, шешең көнсе әкең көнбес. Әттең тонның келте сай, 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 әттең тонның келте сай. Құрметті көрермен, осымен ұят болмасын бағдарламасы өз жұмысын аяқтады. Аман сау болыңыздар. Жоқ деймін да. Осы біз арақ ішпей-ақ, шарап ішпей-ақ өсті қой тегі. Қымыз ішіп мінекей, шыбат ішіп. Осылардың емдіне себеп көп әйтеуір арақ ішуге. Күйіп бара тұрған пейдесі. Ой, өйткен Жасасын демократия. Әне, Ой, қойшы енді аспандай бермей беріп. Жерге түссе бір мезгіл. не сөйлеп не қойғанын білмейді. Апарып қамаса болады ма десін жиятын еді. Ақсақал, сіздер ешшіге түсінбейсіздер ғой. Ойпай. Сіз даже ақылсызды білесіз ба? Білмеймін, ақылсын соны қайтым. Мен де білмеймін. Бірақ мен демократпын. Әне, ой, демократ. Жазасын демократия. Демократтың тұғын қараңдар. Арақ ішіп алып алынап.
Apar balım, biz çakak yapsa bolatı. Hiç, Erkeğin yapsa. Hayda mı?